Ассалаумағалейкум, қайырлы күні. Toyota Sienna 2011 жылдың автокөлігіне прошивка жасап берген болатынбыз. Көлікте катализатордың сапасы нашарланды, немесе катализатор жоқ деген ошибка 0420-0430 деген ошибка болған болатын. Соны прошивка жасап, кәдімгі династентте откатанный прошивка дейді, соны қойып, машинамен қазір жүріп көріп отқан сәт. Былай жүрісі де әдемі болып өзгерген. Енді есінде бір сұхбат сұрап көрейік. Машина жалпы өзгеріс бар ма? Машина әдемі, кәдімгі жүрісі деген смесі әдемі алып жолда айдап жатқасын кедергі жасамайық. Сондықтан әр уақытта жасататын кезде анық қанығын біліп алыңдар, диагностика түсіріп қаратып алғаныңыз жөн болады. Біздің адрес міне Алихан деген стол, осы Алихандағы мына гараж. Бұл көліктердің екеуі де бір уақытта бұзылып қалған, екеуінің де рөлдері ашылмай қалған. Көліктерді қыздырдық, міне мынаны да қыздырдық, мына көлікті де қыздырдық. Қыста бір ауырат Мерседесті, білмеймін неге екенін, қандай грибі бар екенін бұл көліктерде. Дөңгелекке тұрғызып бердік, барлығы Аллаға шүкір жақсы болып тұр. Негізінде кілттерін алып келген болатын, екі Мерседесте кілтім ашпай қалды. Әңгіме кілтте болмай шықты, тоқтан болып шықты. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Альфард автокөлігіне жаңа кілт жасалған болатын, кілті жоғалып кеткен. Кілтте чип барлығын орнатып берген болатынбыз. Қазір қызып көреміз. Көлік қызды, және де кнопкаларын барлығын жасайтындай алып береміз. Бұл 2002 жылдың Альфарды. Мен қазір кілтейміз, енді есік жауып көреміз. Барлығы жасап істеп тұр. Енді кілтейміз. Кілтенді, ашылды. Кілттердің жоғалса хабарласыңдар. Не осындай кілт жасаған болатынбыз.